Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өзбек халқының базар ханымын жасайтын боламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздерші, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен 900 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз, 2 жұмыртқамызды жарып, жаңағы қолымызбен жаңағы жұмыртқаларды елеп аламыз. Қыздар, одан кейін 450 грамм суымызды құйып, орташа тығыздықтағы қамыр илеп алып, және де үстіне қалауларыңызша кішкене сұйық май қосып, нан илеп аламыз. Одан кейін оны жаңағы тындыруға холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізде жаңағы салмасы осындай жаңағы картошка теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен қолмен турағанды жөн көрдім. Келесі бізде пиязымызды да жаңа кубиктап, қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып, бір келкі қылып турап, оны да жаңағы картошкамыздың үстіне саламыз. Енді қыздар, дәміне қарай тұзын саламыз. Және де сұйық май құямыз. Одан кейін дәміне қарай қара бұрыш салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Қыздар, біздің қамырымыз тынды. Енді осы қамырымызды мен 3 бөлікке бөліп алдым. Менде осындай бөліктер болып шықты, қыздар. Міне енді осының бір бөлігін жаятын боламын. Қыздар, міне видеодағыдай, және де қыздар, бұны өте жұқа қылып жайған дұрыс. Айтады ғой, астынан күн көрініп тұрады деген сияқты, сол сияқты өте жұмсақ болып жайылғаны жақсы. Одан кейін мантының қамыр сияқты, бірақ одан үлкенірек қылып 20 см, 25 см қылып, осылай жаңағыдай кесіп алатын боламыз. Міне осылай видеодағыда кесіп алсаңыздар болады. Кесіп алғаннан кейін қыздар, осындай 4 бұрышты қылып үлкенірек бізде қамыр шығады. Енді осы қамырымызды жаңағыдай осындай артық жерлерін бір-біріне жабыстырып алатын боламыз. Артық жерлерін кесіп тастаймыз. Енді қыздар, барлығын осылай бір келкі қылып қойып, үстіне осындай жасап қойған салмамызды салып шығатын боламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін, мына видеодағыдай өйстіп бетін жауып қоямыз. Міне қыздар, қараңыздар, өте жұқа болып жайылған. Осындай жұқа болуы қажет. Енді қыздар, мантаваркамызды жақсылап астын майлап, одан кейін жаңағы ханымдарымызды осылай қойып шығамыз. Және де қойған кезде әр қайсына май жағып отырғандарыңыз дұрыс, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай барлығын бірін үстіріне бірін қойып, мен бұл жерде 8 штук қойдым. Өйстіп қойып, жаңағы үстіне май жағып шығамыз. Міне қыздар, енді қайнап тұрған суға 35-40 минут пісіріп алсаңыздар болады. Енді қыздар, жаңағы ханымның подливін жасайтын боламыз. Ең алдымен сковородкамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, одан кейін кубиктап туралған пиязымызды салып, оны жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін үстіне жаңағы помидорымызды қосамыз. Одан кейін дәміне қарай қантпен және де тұзымызды қосып, одан кейін жаңағы томат пастасын салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне қыздар, бізде осындай қып-қызыл подлив болуы қажет. Одан кейін 2 стакан суымызды құйып, жақсылап араластырып, одан кейін кішкене ашырақ болсын десеңіздер, осындай қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Енді қыздар, менде осындай барлық тамақтарым дәмін беретін приправочный приправасын қосатын боламын, 1 шай қасық. Одан кейін жақсылап араластырып, жаңағы бетін жаңағы 20 минутқа жай отта пісіретін боламын. Міне қыздар, біздің ханымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте жаңағы күшті болып шықты. Енді осындай үлкенірек ыдысымызды алып, бетіне осындай үлкен салафанымызды
жаңағыдай қойып, үстіне осындай ханымдарымызды үстіп қоятын боламыз. Міне осылай қойып, ханымызды қойып, одан кейін жаңағы подливымызды ханым, одан кейін подливымызды қойып, өстіп барлығын істеп шығатын боламыз. Қыздар, барлығына жағып болғаннан кейін жаңағы салафанымызбен бетін жақсылап жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін салафанымызды ашып, осылай жаңағыдай отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Міне өте дәмді, өте жұмсақ, өте жаңағы әдемі болып шықты. Міне қыздар, біздің ханымымыз дайын болды. Менің видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер.